Ассалаумағалейкум. Құрметті сүйер қауым, қалдарыңыз қалай? Бүгін желтоқсан 29-ы. Тауықтарды осылай екіге бөліп қойдым. Себебі жаңадан қораз алып келдім, Барковский. Мына жерде тұрған Барковский мекендерді бөлдім. Және үйдің тауықтарынан қостым, брамаларды қосып қойдым. Ар жаққа бөліп тастадым. Енді мына жақта бізде Кучинскийлар тұрады. Кучинский юбилейный. Мына жерге аздап туып үйренді. Енді дальше жұмыртқа азайса да, мына жаққа туып үйренеді. Енді жұмыртқа азайса да, басқа ақса да, осы жаққа үйрету керек енді болды. Енді ан жақпен бер жақты қоспаймын. Себебі білесіздер, породасын бөлек-бөлек ұстайым деген, соны ақырындап іске асырып жатырмын. Так, мына жақта бізде чисто кучинскийлар қалды, и бір-екі емес, бір 3-4 жай тауықтар, үйдің тауықтары қалды. Ал мына жақта брамаларды қосып қойдым, кішкене үйренгенше. Сосын жай тауықтардан да қосып қойдым, өйткені бірыңғай Барковский болып кетсе, олар бір шықса бір-бірін жеп қояды. Өз Барковский ұстайтындар білетін шығар. Бір шықып қан көрсе, кәдімгідей жеп қояды ғой. Сол себептен кішкене араластырып қойдым қазір. Брамалар міне, брамада менде бір әтеш, міне қораз. Жас қой, енді бұл балапан. Сосын қалғандары мекендер мынау тұр. Сосын үйдің тауықтары бар, мынау. Солардан қойдым. И Барковский тауықтарды қойдым. Кішкене үйренгенше. Ертең может қайтып бөліп тастайын ба, көрем. А пока осылай бүгін алып келген қораз міне. 1 жылдық қораз былтырғы. Пока енді үйреніп жатыр. Тағы біреуін қосатын болам, ол кейінде алатын шығармын, әлі тапқан жоқ мынаны. Бүгін тауып басқа линия алып келдім, Алматыдан келген екен бұл қораз. Енді осы тұратын болады Барковскийлармен бірге. Осындай астарына шөбін жаңалап қойдым, бірақ кірлеп кетіп жатыр. Ол кірлей береді, мен үстіне төсей берем ғой шөпті. Иісі бәрі күшті болып қалды қазір. Ертең күндіз анау форточка бар, соны ашып ішін ауасын бір тазалап алам. Ар жақты да солай істейтін шығармын. Бүгінгі жаңалық осы. Осылай екіге бөліп ұстаймыз енді. Мына жерді пока тесікті осылай жауып қойдым. Қазір дұрыстап жабам артынан. Надежный нәрсемен. Мынау что-то бір тауығым. Су болып қалған ба бір нәрсе. Осылай бұрыш-бұрышқа тығылып жүр, бірақ бұлай жемі бәрі, тамақ жеуі бәрі нормаль. Бірақ сол тоңып қалған ба бір нәрсе, су болып бұрыш-бұрышқа жатып жүр өшін. Так. Еще кішкентай тауық екен, оның бәрі шұқиды, талардың бәрі. И бүгін жұмыртқаны жинаймыз. Жұмыртқа жиналмаған соң. Шелек алып келгем. Бисмилла деп. Жұмыртқасын жинаймыз. Так. Қорқып жүр. Жаңа яға үйренгенше солай болады, енді жаңадан келген адамға үйренбеген походу өткен. Адам көрсе қашып жатыр, мен қораздарым ондай емес қойды. Әптен балапан кезінен ұстап өсіргесін әптен үйреніп қалған адамға. Жұмыртқаларды жинаймыз, бисмилла.
жетеу. Он 13 17 20 20 21 24 25 25 анда жақта бар ма? 26 26 мына жақта 26 жұмыртқа туыпты. Так, қазір ар жақты барып қараймыз. 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 общий 34 жұмыртқа. Қашындар. Майда жұмыртқа кішкентай. Ал енді туып бастап атқандар міне. Общий 34 жұмыртқа. Жаңа жерге біреуін туған жеген ба бір нәрсе өдем. Өйткені жұмыртқаның ішіндегі сары уызы, ақ уызы мына жерге жағылып қапты. Арасында сондай болып тұр, менде жеп қойып отыр ма, бір нәрсе істеп отыр. Қайсы жеп қойып жүр, нешін жеп қойып жүр білмеймін, түсінбедім. Вроде витамин бәрін, ракушкасын бәрін беріп отыр, бірақ сол арасында сондай қайталанып тұр, жеп қойып отқан жағдай. Мына влажный болып кеткен, ар жақта тесікті ашып қоямын ой деймін. Ішінен көбірек ауа айналғандай. Өйткені мына влажность деген дұрыс емес. Мен вроде қаттырақ ашып қойып ем, қалай папалар жауып қойған ба үйдегілер, білмеймін. Басыма бүлдіріп тастамасын олар, ё-моё. Міне анандай ашып қойдым, сол жақтан ауа кіріп тұрады, енді кішкене мынанша ауа айналатындай. Так, мына жердің бәрін суды төгіпті. Жытып жарып, кіріңдер ішке. Жалпы жаңалық осы бүгінгі. Осылай екі жаққа бөліп тастадым. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Комментарий жазып, лайк басып, каналға тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Биыл жаңа жылға дейін 1000-ға жетеміз деп ойлағам, бірақ 1000-ға жете алмадық. Бірақ бәрі өз уақытымен ақырындап, аяңдап жетерміз 1000-ға да. Сау болыңыздар.